Мұнай химиясы пәні 4-ші дәріс тақырыбы мұнайдың негізгі технологиялық сипаттамалары. Мұнай мен мұнай өнімдерінің тауарлы сапасы, оның тығыздық, қайнау шегі, қату температурасы, тұтқырлық және тағы басқа физикалық сипаттамаларына байланысты болады. Олардың кейбіреулері мұнайдың эксплуатациялық қасиеттерін жанама немесе тікелей сипаттай отырып, тауарлы мұнай өнімдерінің мемлекеттік стандартына кіреді. Ал кейбіреулері мұнайды қайта өңдеу аппараттарын жобалауда және есептеуде қолданылады. Физикалық және химиялық құрамынан басқа мұнайдың негізгі көрсеткіштеріне оның тығыздығы, молекулалық массасы, тұтқырлығы, температуралық сипаттамалары, яғни тұтану, лаулау, өздігінен алаулау, қату температурасы және тағы басқалары жатады. Көптеген сипаттамалары, яғни лабораториялық зерттеулер жүргізу үшін қолданылады. Және өндірісте мұнай зауыттарды есептеу үшін қажет. Енді мұнай өнімдерінің негізгі технологиялық сипаттамасының бірі ол оның тығыздығы. Яғни тығыздық мұнай және мұнай өнімдерінің химиялық табиғатын, шығу тегін, тауарлық сипатын, сапасын анықтайтын ең маңызды көрсеткіштердің бірі болып табылады. Мұнай өнеркәсіп дамуының алғашқы кезеңінде шикі мұнайдың сапа көрсеткішін осы тығыздық арқылы анықтаған. Мұнай фракциясының тығыздығы оның химиялық және фракциялық құрамына байланысты болады. Мұнай өнімдерінің физика-химиялық қасиеттерін анықтауда біз салыстырмалы және меншікті тығыздықты қолданамыз, яғни негізінен салыстырмалы тығыздық шамасымен көп кездесеміз. Көптеген мұнай фракциялары үшін әсіресе қатты парафиндер мен ароматты көмірсутектердің мөлшері аз мұнай өнімдерінің төмен температураларында, яғни 0-50 градусқа дейін тығыздықтың температураға байланыстылығын Менделеев ұсынған мына формуламен есептейміз. Бұндағы ρ4 индексі Т дегеніміз, яғни берілген Т температурадағы мұнай өнімінің салыстырмалы тығыздығы. ρ4 20 деп отырғанымыз 20 градус температурадағы мұнай өнімінің салыстырмалы тығыздығы. Альфа дегеніміз, яғни температура 1 градусқа өзгеруін түзету шамасы. Бұның мәнін анықтамалық әдебиеттерден де анықтауға болады. Кейбір есептеулерде тығыздықтың ρ15-15 мәні қолданылады. Сондықтан да ρ4-20-ны ρ15-15-ке қайта есептеу үшін келесі формуланы қолданамыз. Көмірсутектердің салыстырмалы тығыздықтары мына қатар бойынша өседі, яғни алкандар, олефиндер, нафтендер және ароматты көмірсутектер немесе арендер. Көпшілік мұнайлардың тығыздықтары 0,80-нен 0,90 грамм бөлінген сантиметр куб аралығында болады. Яғни тұтқырлығы жоғары шайырлы мұнайларда тығыздық 1-ге жақын болады, ал газ конденсатты мұнай кен орындарында олар 0,175-0,177 грамм бөлінген сантиметр куб. Мұнайдағы тығыздықтың шамасына еріген газдар мен шайырлардың құрамы, фракциялық құрамы және дистилляттар үшін химиялық құрамы әсер етеді. Дистиллят деп отырғанымыз белгілі бір температура аралығында қайнайтын және мұнайды айдағанда бөлінетін сұйық көмірсутектердің қоспасы болып табылады. Мына кестеде мұнайдың тығыздығы бойынша жүктелуі көрсетілген, яғни мұнай, жеңіл мұнайда 0,800-0,839-ға дейін салыстырмалы тығыздығымыз. Орташа мұнайда 0,840-тан 0,879-ға дейін. Орташа мұнайда, айтып кеттім, ауыр мұнайда 0,880-нен 0,920-ға дейін. Өте ауыр мұнайларда 0,920-дан көп болады. Сонымен қатар айтып кететін жайт, мұнай тығыздығы
қысымға да байланысты болады. Көбінесе мұнай фракциясы қоспаларының тығыздығын, әсіресе араластырылатын өнімдердің тығыздығы өзгеше болады. Бұл ереже, яғни әрдайым сақталмаса да, аддитивті шама ретінде табылады. Мұнайдың жаңағы айтып кеткендей, қайнау температурасы жоғарылаған сайын және онда ароматты көмірсутектер қатарының көп болуымен тығыздық жоғарылайды. Бұған жаңағы бензин фракциясындағы көмірсутектер мөлшерін анықтаудың өлшемдік тәсілдері жаңағы негізделген. Берілген температурада тығыздықты анықтау, яғни мұнай құрамын анықтау процесіндегі ең көп таралған әдістердің бірі. Бірақ көмірсутектердің жаңағы молекулалық массасын жоғарылаумен және парафиндерден олефиндерге, нафтендер мен ароматты қатарды көмірсутектеріне ауысқанда жаңағы тығыздық артатынын жаңағы біз білуіміз керек, яғни. Келесі технологиялық сипаттама бұл мұнайдың молекулалық массасы. Молекулалық масса, яғни бірнеше құрамнан тұратын мұнайды талдау үшін қолданылады. Мұнай және мұнай өнімдерінің молекулалық массасы тек орташа мәннен тұрады және қоспалар компоненттерінің құрамы мен сандық қатынасына тәуелді болады. Бұндай фракциялардың жаңағы мұнай фракцияларының, яғни қайнау температуралары өскен сайын молекулалық массасы да өседі. Мұнай фракциясының молекулалық массасын анықтау үшін біз Войнов формуласын қолданамыз. Бұндағы орташа температура, яғни стандартты айдауда анықталған қайнау температурасы болып табылады. Немесе келесі формула бойынша анықтаймыз. Бұл формуламен есептеулер жүргізілгенде едәуір нақты мәндер алынады. Сонымен қатар мұнай фракцияларының молекулалық массасын, оның тығыздығын біле отырып, Крэг формуласының бойынша анықтау болады. Яғни мұнай фракциясының тығыздығы бізге белгілі болса, онда молекулалық массасын төмендегі формула бойынша анықтаймыз. Мұнай өнімдер қоспасы үшін жеке компоненттердің молекулалық массасы мен олардың қоспалардағы мөлшерін біле отырып, жаңағы орташа молекулалық массаны былай анықтаймыз. Біріншісі, яғни мұнай өнімдерінің жалпы қоспасы үшін анықталатын молекулалық масса, және екінші формула жеке компоненттерінің молекулалық массаларын анықтау үшін қолданылатын формула. Сонымен қатар мұнайдың сұйық көмірсутектерінің бірінші өкілі, яғни пентанның молярлық массасы білеміз 72-ге тең, ал мұнайдың шайырлы заттарында оның мәні 1500-2000-ға дейін жетеді. Мұнайдың біразы орташа молекулалық массасы 250-300 аралығында болады. Жаңағы айтып кеткендей, мұнайдың фракцияларының қайнау температурасы, яғни артқан сайын олардың молекулалық массасы да біртіндеп артады. Келесі жаңағы технологиялық сипаттамасы бұл тұтқырлық. Тұтқырлық, яғни сыртқы күштердің әсерінен бөлшектердің орын ауыстыруына қарсы тұратын сұйықтардың қасиетін біз тұтқырлық немесе ішкі үйкеліс деп атаймыз. Мұнай өнімдерінің тұтқырлығы жаңағы двигательдерді, машиналар мен механизмдерді пайдалану кезінде
сұйықтар мен газдардың қозғалуын анықтайды. Сонымен қатар оны тасымалдауда энергия шығынына әсерін зерттейді. Және тағы да басқа. Басқа да сипаттамалары, яғни тұтқырлық химиялық құрамына байланысты болады. Және тұтқырлық жоғарылаған сайын молекула аралық әсерлесу күштерімен анықталады. Мұнай және мұнай өнімдерінің тұтқырлығын немесе ішкі күйкелісін химиялық және фракциялық құрамға байланысты үш түрге бөлеміз. Бұл кинематикалық, динамикалық және шартты деп. Кинематикалық тұтқырлықты мына төмендегі формуламен есептейміз. Мю бөлінген ро, яғни мю дегеніміз динамикалық тұтқырлық. Мұнайдың динамикалық тұтқырлығы және тығыздыққа қатынасы бізге кинематикалық тұтқырлықты береді. Динамикалық тұтқырлықты біз, яғни көбінесе әдебиеттерден таба аламыз. Анықталып кеткен белгілі бір номограмма бойынша, график бойынша есептеулер жүргізген кезде динамикалық тұтқырлықты анықтауға болады әдебиеттерден. Ал кинематикалық тұтқырлықты мына формуламен анықтаймыз. Шартты тұтқырлық дегеніміз, яғни сынау температурасында вискозиметрден 200 мл зерттелетін мұнай өнімінің ағуының 20 градус Цельсийдегі 200 мл дистилдеген су ағу уақытына қатынасын айтады. Шартты тұтқырлық салыстырмалы шама және шартты градус түрінде белгіленеді. Тұтқырлықтың шамасына температураны тигізетін әсері өте зор. Төмен температурада, әсіресе қатаю температурасына жақын температурада көптеген мұнай өнімдерінің тұтқырлығы тез өседі. Тұтқырлық индексі мұнай майларының пайдалану қасиеттерін сипаттайды. Егер температураның өзгерумен майлаушы майлардың тұтқырлығы аз өзгерсе, онда оның температуралық индексі жоғары және сапасы да жақсы болады. Ең көп тұтқырлық индекс парафинді көмірсутектерінде болады, ал ең азы қысқа тізбекті көп сақиналы ароматты көмірсутектерге тән. Тұтқырлық мұнай майлары немесе дистилляттардың қоспаларынан экспериментальды немесе арнайы номограмма бойынша анықталады. Яғни бұл динамикалық тұтқырлықты айтылып тұр. Динамикалық тұтқырлық номограмма бойынша анықталады. Келесі сипаттаушы фактор. Химиялық құрамның негізі сипаттаушы фактор деген шартты параметр болып табылатын сипаттаушы фактор мұнай өнімінің химиялық табиғатын көрсететін тығыздықпен орташа молярлық температураның функциясы болып табылады және мына формуламен анықталады. Мұндағы Т орташа моль деп тұрған мұнай өнімінің орташа мольдық қайнау температурасы, яғни кельвинмен өлшеген кезде ро 15-15 деген 15 градус температура кезіндегі мұнай мен судың салыстырмалы тығыздығы. Мұнай өнімінің орташа мольдік қайнау температурасы дегеніміз, яғни бастапқы және соңғы қайнау температураларының орташа мәнін айтады. Кейбір мұнай өнімдері үшін сипаттаушы факторның орташа мәні, яғни парафинді мұнай үшін 12,5-13 аралығында болады. Нафтенді ароматты мұнай өнімдері үшін 10-11 аралығында. Ароматты мұнай өнімдері үшін 10 және крекинг өнім үшін 10-11 аралығында. Негізінен сипаттаушы фактор мәні мұнай фракцияларының молекулалық массаларын әрі қарай есептеу үшін қолданылады.
мұнай және мұнай өнімдерінің температуралары.